Құрметті менің сұлуларым, біз бүгін сіздермен тағы да бір керемет зат туралы танысатын боламыз. Ол біздегі клейлер. Клей болғанда да ерекше клей. Көпшіліктің сұранысы жаңағыдай корона жасаған кезде, диадемалар жасаған кезде, сіздердің вышивкаларыңыз мықты болу үшін, высокий модадағы вышивкаларды тігу үшін қолданылатын клейдің түрі. Бұл жерде қазір мен сіздерге мына екі клейді көрсетіп тұрмын. Скриншот жасап алсаңыздар да болады. Біреуі B6000, екіншісі F6000. Міне осы клейлер, бұл клейлердің әртүрлісі болады. Размеріне байланысты. Бұдан сәл кішірегі болады, үлкенірегі болады, бұдан да үлкен қалыңдауы болады. Ол сіз алуыңыз енді өзіңіздің, егер де көп қолданылатын болсаңыз, үлкенін алған дұрыс. Егер де аз қолданылатын болсаңыз, мына размерді ала берген дұрыс. Себебі бұлар уже біраз уақыт қолданылғаннан кейін ішіндегісі ашылып жауып, ашып жауып ішіне ауа кірген кезде мұқият сақтамайтын болсаңыз, іші қатып қалуы мүмкін. Енді бұл клейлерді біз қандай уақытта қолданамыз, мен жаңа айтып өттім. Бұның бір артықшылығын айта кетейін. Мына сырғаны біз сырғалы марафонда үйреткен болатынбыз. Марафонға қатысқан қыздар біледі. Осы сырғаның артын қарасаңыздар, міне артында ешқандай филигран да жоқ, еш нәрсе жоқ. Темірді темірге жабыстырған кезде мұқият, әдемі, былайша айтқанда сіздің жұмысыңызды профессионально көрсетеді бұл клей. Екіншіден сапа береді. Бұл клеймен жасалған кез келген жұмысқа сіз ойланбастан сапаны бере аласыз. Бұл горячий клей емес, одан айырмашылығы. Енді темір болғанда бізде мынандай филиграндар, бұны білесіздер, коронаға, диадемаға, киімге де, орамал, тюрбан кез келген жерге қолдана беруге болады. Енді мына жердегі F пен B сөзінің айырмашылығы неде? Бұл екеуінің айырмашылығы қату ұзақтығында. B тез қатады, F сәл жай қатады. Сіздерде вышивка тігетін болсаңыз, вышивкаңыз ұзақ болатын болса, сізге F-ті қолданған дұрыс. Ал егерде аз ғана жаңағыдай корона, диадема деген сияқты заттар тігетін болсаңыз, жабыстыратын болсаңыз, то есть тікпейсіздер, онда B-ны қолданған дұрыс. Бұл себебі тез қатады, жылдам қататын болады. Және тағы бір фишкасы, бұны сіздер ашып сатып алған кезде, міне мынандай секілді басы үшбұрыш болып келген өзінің арнайы мынандай ұшында клей шығуға өте қолайлы кішкентай қана жолы бар. Осындайын алыңыздар. Кейбіреулерінде мына жері жоқ. Прям осы жерден ғана басталған. Міне, мына бөлік кейбір клейлерде болмайды. Ондайды алмаңыздар. Себебі сіздер мына ұшынан жасаған кезде клей аузынан көп ағаттағыны клейлеріңіз бірінші ысырап болады. Екіншіден ондай клейлердің іші тез қатып. Сұлуларым, міне біз бүгін сіздермен мынандай клейлердің түрін таңдауды үйрендік деп ойлаймын. Біздің тегін ақпараттар ұнап жатса, астына міндетті түрде өз ой пікірлеріңізді жазыңыздар. Оның барлығы біз үшін маңызды. Алдағы уақытта қандай тақырып сізге түсініксіз, қандай тақырыпта бізден тегін қысқа ақпарат алғыңыз келеді, арманыңыздағы түсінбей жүрген тақырыпты жазыңыз. Сіздің арманыңыз біздің мақсатымыз. Лейла Қазақ бренд.